Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат және бүгін біз ММА туралы сөз қозғайтын боламыз. Жылдың басында бірнеше жауынгерлеріміз жекпе-жектерін алғасын қазақтар UFC'де жаулап жатыр деп қуанған едім. Алайда бір мезетте барлығы 180 градусқа өзгеріп кетті. Асудың жекпе-жегі болмай қалып, қарсыласын басқа біреуге лақтырып жіберді. Николай Веретенниковтың да қарсыласын алып жекпе-жексіз отырғызып қойды. Ал біздің батырымыз Шавкат Рахмоновты әлі күнге дейін ұстап жүріп, Белалға қарсы чемпиондық жекпе-жекті жарияламай отыр. Жалпы айтқанда, шынымен де UFC қазақтарды лақтырып кетті деп айтсақ та болады. Алайда бұл видео басталмас бұрын бәлкім өткен жолы өткізіп алған маңызды ақпаратты естеріңізге салып кетейін. Бұл видеоның демеушісі Tennis2kz букмекерлік компаниясы. Әлем бойынша ең үздік және ең адал букмекерлік кеңсе. Өте керемет. Назарларыңыз үшін көп-көп рахмет. Видеоға қайта оралсақ, бүгінгі видеомызда біз қазіргі сәттегі қазақ жауынгерлерінің UFC'дегі жағдайы жайлы әңгіме айтамыз. Неге Асудың қарсыласын алып басқа біреуге берді? Оның орнына мүлде UFC рейтингтеріне жоқ жауынгермен шығады деген сұрақтарға жауап береміз. Сонымен қатар Шавкат Рахмонов пен Белал Мұхаммад арасындағы жекпе-жек қашан өтетінін айтып, не үшін Белал Шавкаттың Америкадағы залында дайындалып жатыр деген тақырыпқа да әңгіме айтамыз. Айтпақшы, бұл оқиғаға Хабибтің қатысы бар сияқты. Сол үшін сіздерді көп күттірмей, бірден видеомызға көшейік. Кеттік. Сонымен жайменде бастасақ, Асу Алмабаев 2 наурыз күні UFC Fight Night турнирінде чемпиондыққа үміткер Стив Эрцикпен кездесуі керек еді. Зульфиқар арнайы дайындығын бастап кетіп, Таиланд елінде оқу-жаттығу жиындарын өткізіп болды. Ал мына жақта біздер қуанып, чемпиондығы үшін төбелескенді ұтса, ары қарай Пантожа мен UFC чемпиондығы алыс емес деп жүр едік. Алайда бір мезетте барлығы өзгеріп кетті. Ең алдымен Twitter желісінде Асу жекпе-жекке шықпайды деген ақпарат келді. Кейін бұл ақпараттың жалған екеніне көз жетті. Және түсініспеушілік болып жатырған кезде Стив Эрцик өзінің Instagram сторисына жақын уақытта анонс болады деп салып қойған кезде барлығы түсінікті болды. Себебі Стив Эрцикті Асу Алмабаевпен жекпе-жектен шығарып алып, бұрынғы UFC чемпионы Брэндон Мореноға қарсы қойды. Сөйтіп, жай ғана Fight Night турнирінің картында төбелесудің орнына керемет сыйлық ретінде Мексика елінде өтетін үлкен аренадағы турнирді басқарады. Менің ойымша, кез келген адам бұлмен келісіп, өте қауіпті проспект болашақ чемпион Асу Алмабаевпен кездескеннен гөрі более-менее түсінікті жауынгермен айқасқан дұрыс шығар деп ойлайды. Жалпы менің ойымша ше, Асу Шавкаттан гөрі ертерек чемпион болады. Енді барлығы жақсы болса, Асу давай братан. Ал біздің Асуға қарсылас ретінде бразилдік Алан Насиментоны берді. Бәлкім сіздер бұл жауынгерді танымайтын шығарсыздар. Бірақ бұл бразилдік Матеуш Николов және Такир Оламбеков деген жауынгерлермен кездескен. Ал бұған дейін UFC рейтингтеріне кіріп 7-ші орында алып тұрды. Сондықтан қарсылас осал емес. Ол өте мықты бразилдік джиу-джитсу өнерінің шебері. Тіпті мынадай заттарды да жасап, демалуға кедергі жасап қояды. Сол үшін дұрыс дайындалып шығу керек. Не мынау? Не анау? Жалпы, егер қарсыласына көңіл бөлетін болсақ, 20-6 деген рекордқа ие. Осы 20 жекпе-жегінің 16-сын уақытынан бұрын аяқтаған. Сол үшін бұл оңай қарсылас емес. Бірақ соңғы рет 2 жыл бұрын өнер көрсетіп, Карлос Эрнандес деген жауынгерді қылғындыру әдісімен жеңіп, $50 000 бонус алып кеткен. 2 жыл бойы не істеді жекпе-жек өткізбей деген сұрақ пайда болатын шығар. Жауап берейін. Осы 2 жыл ішінде 3 жекпе-жекке шықпай қалды. Ал бүкіл мансабына көңіл бөлсек, 18 жекпе-жекке шықпай қалған. Сондықтан біздің Асудан да секіріп, қашып кетуі мүмкін шығар. Дегенмен, егер төбелес тәсіліне көңіл бөлсек, таза джитсер, күресі қисық және де қандай да бір мүмкіндік болса, бірден жекпе-жекті партерге алып кетуге тырысады. Нокаут дейтіндей ауыр бір соққысы жоқ. Жай ғана ұрып, барлық ойы сол джиу-джитсу әдісін көрсету. Жалпы, былай айтқанда ортан қол жауынгер. Бірақ бір затты еске алу керек. Асу әр жекпе-жегінде қылғындыру әдістеріне түсіп қалады. Әр қарсыласы сабишін жауап жүрді. Сондықтан егерде Асу осыға телігін тағы да қайталаса, осы жолы жеңіліп қалуы әбден ықтимал. Осы жерде айтып кету керек. Мен бұны өткен жолғы Исатай мен Арман келгенде де айтқанмын. Шавкатта Асу да залдарын ауыстырып, ММА күресін арнайы дайындаулары қажет. Себебі Асу осыған дейінгі жекпе-жектерінде өзінің жоғары сапалы деңгейінің арқасында жеңіп жүрді. Және Kill Cliff атты залдан қандай да бір аспект бойынша өскен жоқ. Керісінше регресс кетті деп айтсам да болады. Себебі күресі нашарлап кетті. Баяғыдай партерде контроль жоқ.
тейкдаун жасап, тек қана ұпайға жұмыс жасайды. Бірақ асудың грэпплингі өте жоғары дәрежеде екенін білеміз ғой. Ол партерде күресіп, қарсыласының артына шығып, қылғындыра алады. Бұл оның сүйікті әдісі. Ал Килл залында осы әдістерді жасап, жоғары деңгейге көтеретін адам жоқ. Сондықтан ең дұрысы осы жекпе-жекке Американ топ залында дайындалуы. Себебі ол жерде дәл осы ММА күресін дайындап беретін адам бар. Бұл Маркус Парумпа. Бразилдік маман джиу-джитсудан қаншалықты қауіпті екенін біледі. Сондықтан мынадай Насименто деген мықты джитсерге қарсы дұрыс геймпланды дәл осы Парумпа қойып бере алады. Бұған мысал ретінде Арман Сарукян және Мовсар Евлоевті алсақ болады. Алдымен Арман жоғары сапалы джитсер Чарльз Оливермен кездесіп жеңіп кеткен. Сол кезде Арманның қандай ауыр сабмишіндерге түскенін көрдіңіздер және олардан қалай қиналмай шыққанды көрген боларсыздар. Ал Мовсардың Диего Лопеске қарсы жекпе-жегі жайлы әлі күнге дейін әңгімелер жүріп жатыр. Өте қауіпті джитсер неше түрлі әдісті көріп, Мовсарды сабмишинге ұстап алғысы келді. Бірақ Парумпаның қойып берген дұрыс тактикасының арқасында жеңіске жетті. Сондықтан Асу бауырым, бұл бизнес. Килл-клифтегілер ренжиді де, бүйтеді, сөйтеді деп ойлаудың қажеті жоқ. Егер сенің мансабыңның басқаша жолмен кетсе, олар не пределах болып шетте отырғандай үндемей, ұтылсаң ұтылдың, өзің жолың өзіңмен жүре бересің деп айтуы мүмкін. Сондықтан ары қарай чемпиондық деңгейге жетіп, UFC чемпионы болуды көздесең, залаңды ауыстырып, дәл осы Американ топ тимде дайындалғаның дұрыс. Және сол жерде сен жауынгер ретінде жаңа деңгейге өзінің пигіңе шығуың мүмкін. Ал бұл мәселемен как раз таки міне Американ топ залы және де Маркус Парумпа ғана көмектесе алады. Шавкат демекші қазақстандық жауынгер қазіргі сәтте Алматы қаласында өзінің денсаулығын дұрыстап, соңғы жекпе-жек алдындағы жарақаттарын емдеп жатыр. Барлығымыз Шавкаттың Белал Мухаммадқа қарсы жекпе-жегін күтіп отырмыз. Сыбыстарға сенсек, бұл екі жауынгер арасындағы жекпе-жек UFC 315 немесе де UFC 316 турнирінде өтуі мүмкін. Алайда бұл екі жауынгердің арасындағы чемпиондық айқас міндетті түрде болады дегеннің өзінде бірнеше мәселелер пайда болып отыр. Ең алдымен бұл Шавкаттың жарақаты. Командасының айтуы бойынша Шавкат мамыр айына дейін бүкіл жарақаттарын толық емдеп үлгермейді. Сол үшін Шавкаттың орнына басқа бір шығып кетуі мүмкін. Инсайдерлік ақпаратқа сүйенсек, UFC Белал Мухаммадқа қарсы Камару Усманды қойғысы келеді. Себебі бұрынғы чемпион турнирге деген қызығушылықты көтеріп, пресс-конференция кезінде хайп жасауы мүмкін. Ал Шавкат болса ағылшын тілін білмегендіктен екі жауынгер арасында ұрысқа толы хайптың орнына жай ғана сыйластық болады деп отыр. Бұл екінші мәселе. Айтпақшы, Шавкаттың Янгериге қарсы жекпе-жегіне дайындық барысында оған көмектесіп, спарринг партнері болған Насурдин Имамов осы аптадағы Сауд Арабиясының турнирін басқарып, бұрынғы UFC чемпионы Исраиль Адесаниямен кездеседі. Теннис XZ букмекерлік кеңседегі достарымыздың ойынша, Адесания бұл кездесуде фаворит және оған 1.67 деген коэффициент беріліп отыр. Ал Шавкаттың досы Насурдинге коэффициент 2.25. Жалпы, осы жекпе-жектің жеңімпазы орта салмақтағы чемпиондық үшін басты үміткер болады. Шавкат демекші, қазіргі сәтте барлығы Шавкаттың өзіне байланысты. Егер де жарақатын толық емдей алмаса, не тәуекелге баруы мүмкін, не болса шықпай қалып, жолын басқа біреу кесіп кете алады. Ең қызығы Камару Усман мен Белал Мухаммад арасындағы жекпе-жек туралы Хабиб Нурмагомедов біраз рет әңгіме айтқан. Шавкаттан гөрі дәл осы Усман UFC чемпиондығына лайық деп сайраған кездерде болған. Себебі арнайы ислам мен жартылай орта салмаққа көтеріліп, оңай қарсыласқа қарсы жекпе-жек өткізгенді көздеп отыр. Ал Шавкат болса исламды айналдырып тұрып, ұйықтатып тастауы мүмкін. Сол үшін сөзсіз қазақ жауынгерлерін көре алмайтын Хабиб қолынан келгенше кедергілер ойлап тауып жатыр. Ал сіздер Хабиб жайлы не ойлайсыздар? Шавкаттың чемпион болуына қарсы не ойы бар екен? Пікірлеріңізді астыға комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Барлығының ойынша Шавкат пен Белал өзара төбелесуі керек. Бірақ UFC Камару Усманды құр қалдырмай, бұл жекпе-жектің қосалқы жауынгер ретінде алғысы келіп отыр. Сондықтан Шавкатқа осы жолы толығымен дұрыс дайындалып, сенімді жеңіске жетуі керек. Ары қарай Камару Усман, Мадалена, Ислам бәрібір барлығын шашып тастайды. Бұдан басқа мынадай қызық ақпарат пайда болды. Қазіргі сәтте Белал Мухаммад Шавкаттың Америкадағы Килл-клифт залында дайындалып жатыр. Жай ғана дайындалып емес, сол залда ММА күресінің маманы Саид Сапаровпен жұмыс істеуде. Бұл ақпаратты өткен аптада алған болатынбыз. Бірақ видео ұзақ жасалатын болғасын, қазір ғана беріп отырмыз сіздерге. Сол үшін сіздер комментарийге жазуыңыз мүмкін. Бұл туралы біз білеміз, сен кешігесің деп. Сондықтан біздің Азамат спорт атты Telegram және Instagram желілеріне қосылсаңыздар болады. Ол жерге біз бірден ақпараттармен бөлісіп, инсайдерлік информацияларды жазып отырамыз. Мысалы, Қытай елі арқылы Саламат Исбулаев UFC-ге қосылуға жақын. Сондықтан өткізіп алмас үшін төмендегі сілтемелер арқылы өтіп, тіркеліп қойыңыздар. Шавкат туралы жалғастырсақ, жаңа айтқанымдай, Шавкатқа міндетті түрде Америкадағы залын ауыстыру керек. Бірақ алдымен Килл-клифт залында дайындалып, дәл осы Белалды жеңгеннен кейін. Жалпы менің ойым мынадай, Алла қаласа UFC чемпион атанып алу керек. Кейін денсаулығын емдеп, толықтай өзіне келіп алуы. Ал ары қарай
Хилклиф залымен қоштасып, Американ топ-тим командасымен жаңа жорықта бастаған дұрыс. Себебі жақын болашақта Шавкатқа қарсы тұра алатын Джек Делла Мадалена, Ян Гери және Хоакин Бахли деген мықты жауынгерлер бар. Оларды жеңу үшін бүкіл назарды күреске аударған жөн. Басында айтып өткенімдей, ММА күресін өте мықты дайындап беретін тек қана бір адам бар. Бұл Американ топ-тим залының бапкері Маркус Парумпа. Бұдан басқа ММА күресін шындап бере алатын тағы да бір команда бар. Бұл Хабибтікі. Алайда, егер исламның жартылай орта салмаққа көтергісі келетін еске алсақ, Шавкатпен дайындалмайтын сияқты. Сол үшін қазіргі сәтте барлығы Шавкаттың өзіне байланысты. Ал сіздер Шавкаттың орнына болғанда не істер едіңіз? Пікір жазыңыздар. Осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осы жерге дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Алла разы болсын. Міндетті түрде арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Алға Қазақстан! Шавкат пен Асу міндетті түрде UFC чемпионы атанып, көк туымызды бекке көтереді. Сіздермен бірге болған азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.